Өтім толып кете береді. Үй жағдайында қалай емдеймін? Егер сіздің аузыңызға ащы дәм келіп, тамақтан кейін қыжыл мазалап, кәдімгідей тамаққа тәбетіңіз болмай, оң жақ қабырғаңыз ауырып, ішіңіз қатып қала беретін болса, сіздің өтіңіз толды деген сөз. Таныс болайық, мен Айгерім Биболатқызы, интегративтік терапевт. Ары қарай тыңдамас бұрын менің парақшама жазылып алыңыз. Себебі әлі де талай пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Ал жақынырақ отырыңыздар, кеттік. Үй жағдайында қалай өтті тазалауға немесе қалай емдеуге болады? Келесі жолы сізге кедергі жасамайтындай. Яғни қолжетімді әрбір жерден табылатын сұлыны сатып аламыз. Яғни овес. Сол сұлыны сатып аламыз, кебек түрі емес, кәдімгідей бүтін түрі. Бір стакан сұлыны 1 литр суға, яғни салып қайнатамыз. Кәдімгідей бірнеше рет қайнағаннан кейін сәл басып, жай отта тағы жарты сағат, 30 минуттай тағы да қайнатамыз. 30 минуттан кейін 2 сағатқа суытып қоямыз. Астын өшіріп, ол суығаннан кейін сұлыны судан бөлек сүзіп аламыз да, судың өзін бөлек құйып қоямыз. Мүмкіндігінше құйып холодильникке салып қойсаңыз болады. Ішер алдында ертерек шығарып, жылытып ішсеңіз жақсырақ болады. Енді бұл сұлыны біз қалай ішеміз? Күндігіне 1-2 рет 100-150 мл мөлшерінде ішіп отырамыз. Мен былай ұсынатын едім. Егер асқазан ішек жолы бұрыннан сізді мазалап, ауырып жүрген болса, онда кешкі асты 6-да ішіп бастайсыз да, 6-тан 7-ге дейін бітіресіз. 7-ден кейін аузыңызға ешқандай ас алмайсыз. 6-дан 7-ге дейін ішілген ас сағат 9-дарға дейін 1-2 сағатты біраз орнына жайғасады. Содан соң сағат 9-дарда өт күні бойы жинаған ағзадағы отходтарды сыртқа шығару керек. Дәл осы сәтте жаңағы сұлының кашасын, примерно соны 100 мл стаканға құйып, сағат 9-дарда 1 стаканын ішіп аласыз. Сол сұлыға 1 чайный ложка зәйтүн майын қосып жүрсеңіз, тіптен керемет болады. Яғни салатқа қосатын зәйтүн майын. Сонымен кешке қарай 1 стакан ішіп аласыз. Екінші мезгіл ол оянған кезде, ұйқыдан тұрдыңыз, ояндыңыз, 1 стакан ішіп алып, тісіңізді жуып, ары қарай жұмысыңызды жасап боламын дегенше жарты сағат өтеді, содан кейін таңғы асыңызды іше берсеңіз болады. Мінекей, бұл сұлыны дәл осы рецептпен дайындап, ұзақтығы 2 апта ішсеңіз болады. Бұл қандай нәтиже береді? Бауырдың, өттің қуыс-қуыстарында іркіліп қалған өтті сыртқа шығаруына көмектеседі. Бауырдың қабынған жолдарын, бауырдың ішіндегі өттің жолдарын емдейді. Май басқан бауырды қалпына келтіреді, және де өттің қалтасы қабынып үнемі толып тұратын болса, соны артығының бәрін сыртқа шығаратын болады. Әрине, бұл тек өттің, бауырдың жұмысымен жұмыс жасайтын рецепт, яғни барлықтарыңызға қолжетімді. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. 2 аптадан кейін қандай нәтижеге жеттіңіздер, комментарийға жазыңыздар. Егер де осының бәрін жасадыңыз, бірақ сіз ешқандай да нәтиже алмаған болсаңыз, онда төменге даналарды қалдырып кетемін. Сол номерлер арқылы консультация алуға немесе сұрағыңыз түсініксіз болса, шықсаңыз болады.